Алло, привет, Альфия, қалайсың? Жақсы. Танымдың мені? Мгм. Ай, молодец. Үйленетін адам сразу танисың ғой, не? Ау? Үйленетін адам сразу танисың ғой. Че там өзінше болып отырсың ғой ватсапта, мәссаған. Жоқ, немесе бар ғой, бір болмайтын нәрсені айту, жазуға. Енді мен серьезно мнениемен айтып отырмын сен. Сен серьезно болсаң, бірінші адам кездеседі. Енді мен саған кішкене... Сен шындығымды айт, номерімді қайдан алдың? Ойбай, оны айтпай қояйыншы, ұнамайды маған. Оны айтасың сол кезде, мен оған ешкімге айтпаймын. Жоқ, мен кездескенде жарайды айтамын саған. Або телефонмен айтып қазір айт. Қыз ба ол ма? Қалай айтсам болады екен? Угадай сен бірінші. Угадай деп. Мен оның астарын қарамадым, сәл айтсамшы, білмеймін, ол ма қыз ба? Көрсем, может, айта алатын жарым, баняға түскенде деп. Так айта алмаймын. Вроде сөйлегені қыз сияқты да, оға ұқсайды. Білмеймін, бірақ точно қандай екен. Точно айта алмаймын, қыз ол ма? Не ойлап отырсың, анау қызың қыз. Как будто сен ар жағын қарап айт дегенде айттың ғой сен маған. Болма қыз ба деп. Ол жағын қарамаппын мен негізі. Қатырасың деді, еғым. Сосын сен менен сұрап жүрме, үйленетін кезде сен ЗАГСқа барған. Сен ұлсың ба, қызсың ба? Ужас. Қатырасың әсірі мәссаған. Болды, ұрғындамай айтшы бұл. Қайда, кім айтты номер? Әйел ма, еркек па? Қыз ба, ұл ба, әйел ме, еркек па? Разница қалай сонда? Қыз мен әйелдің. Білмеймін ғой, әйел ме ол қыз ба? Может, қыз шығар. Ар жағын қарамадым ғой. Қатырасың енді. Қарауым керек еді. Әйел ме, қыз ба? Қызға айтса... Қыздан алдын ол получается, е? Қыздан, е. Атын айтпаймын. Сосын мен уәде бердім да айтсам екен. Тұрғандай? Сөйле, кәдімгі қыз, екі көзі, шашы бар. Көйлек кет. Олға ұқсамайды. Қаншаға дейін жасы? Білен сен біліп қоясың қазір айтсам бар ғой. Неге мен 60 дей салайыншы, е? Аралығы. Сөйлеген мен 50 мен 60-ларға. Ол қыз емес, вообще апа ғой. Қыз емес, әйел емес, апа ғой деген. Оның бір жағын қарамай қойсам да болды, ясно ғой. Көр, ойбай. Кім айтты, 50 мен 60-ның ортасы уже апа деп. Ал вдруг өзі әйелі шығар. Мен білмеймін, түрінен қарасам апа қосайды ғой. Бір жерін қарасам ашық қосайды. Например, мен 50-ден 70-ге келсем де мен апа болмаймын. Енді білмеймін ғой мен примерно айтып отырмын да, примерно өзім мнением. Ата ол, может, моложе болуы мүмкін да, еш. Білмеймін ғой мен. Короче, тәтешка дейір. Саған тәтешка, маған апа. Не себепті берді номерімді? Просто айтсам болады екен. Короче, таныс арқылы короче. Через таныс салдым да мен. Типа, маған үйлену керек деген сияқты әңгіме ғой. Типа, жас қыз салып бердім де, ол типа, алып берді да маған, міне, нормальный қыз бар, Альфия деген, короче. Әйел адам алып берді ма сонда? Әйел ма, апа ма, короче, маған апа болып көрінді әйтеуір. Саған может, жас қыз болып көрінеді тұр ғой. Сұлу болған қыз бар, білмеймін ме? Сәлем баршаңа. Бүгінгі видеода қызға қалай звондау керек туралы видео. Егер сендер таныстардан номерді алып, даладан таныспай, таныстардан номерді алсаңдар, онда сендер осы каналдасыңдар. Мен мысалға келтіріп отырмын, алдыңғы кезде мен таныстардан телефон алып қызға звондаған едім. Қыз деген негізі мені игнорға толу керек еді, бірақ тықпады. Өйткені мен негізгі техникалар көрсеттім. Алдыңғы телефонмен шалу кезіндегі записте тыңдасыңдар, мен қызды қызықтыра бастадым. Ол қалай қызықтыра бастадым? Ең біріншісі қызды күлдірту керек. Сенде 1-2 минут беріледі қызды қызықтыру үшін. Сосын қыз қызықпай қалса, онда ол телефонды қоя салуы мүмкін. Сол себептен біріншіден қызды бірінші оған WhatsApp-пен
өзінше туралы айттым. Екіншіден, қыз бен әйел, кемпір деп әдейі қызықтырып күлдірте бастадым. Сол кезде қыз өзі қызығып күле бастады. Сондықтан жігіттер, қызды бірінші күлдірту керек, қызықтыру керек. Сосын қыздар өздері сендер туралы сұра бастайды. Сосын менен ол кіммен тұрасың, қайда тұрасың, қай жақта оқисың деп қызығушылықтар пайда бола бастады. Тағы айтар кетер негізгі жағдай, қызықты қызықтыру үшін көп сөйлесу керек. Және де позитивный болу керек көбінесе. Тұрақты сәлем танысуға бола ма деп айтудың қажеті жоқ ондай сөздер. Өйткені қыздан ешқашан рұқсат сұрамау керексіңдер. Сендер өздерің еркексіңдер. Қыздан рұқсат сұраудың қажеті жоқ. Ол рұқсат сұрасаңдар, олар жоқ дей салады. Сол себептен өздерің айтқандарını істете білдіңдер. Күлдіртіңдер, кездестіңдер. Тағы не айтарым қосарым. Сол қызықтырып ұзақ уақыт сөйлесудің қажеті жоқ. 1-2 минут сөйлесеміз. Сосын уақытым тығыз дейсіңдер да, телефонды қоя саласыңдар. Болды. Қыздар өздері сендерді іздейді, өздері звондайды, керек болса бәрін істейді. Сол жігіттер жазылыңдар, подписка жасаңдар. Әлі талай видео лақтырамын. Сендерді толығымен үйретемін. Жақсы.